Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге сіз біле бермейтін Түркия жайлы қызықты ақпараттармен бөлісетін боламын, қызықты деректермен. Видеомызды бастамас бұрын сіздерден өтініп сұраймын, каналыма тіркеліп, лайк басып, пікірлеріңізді қалдырыңыздар, сауалдамаларыңызды жіберіңіздер. Және видеоны соңына дейін қараңыздар, өйткені бәлкім мен айтып кеткен деректердің ішінде білмейтін деректер де бар шығар. Ал ондай болса, бастайық. Біріншіден, Түркия Ислам Республикасы емес, дұрыс естіңіздер, бұл жақта тура Қазақстан сияқты зайырлы мемлекеттердің бірі. Көбі шатастырып жатады, ой, Түркия мұсылман елі, Ислам Республикасы деп, алайда бұл олай емес. Бұл жақта христиандарды да, католиктерді де көруге болады. Бұл жақта мешіттерден басқа шіркеулер, басқа ғибадат жерлері де бар. Сондықтан да бұл қате пікір. Діни басымдық әрине мұсылмандықта, оны мұсылмандық болған кезде исламның суни бағытында, бірақ тағы да бір бағыт бар. Негізгі бағыттардың бірі бұл жақта шиизмнің ескі бір бағыты аливилік бар. Алавиты деп айтады, орыстарда бұл аливи бағыты дамыған. Бұл шамамен халықтың 15-20 миллионы осы бағытты ұстанады. Екіншіден, Түркияда шынайы демократия бар. Әрине Қазақстан сияқты демократиялық елде тұрғанымызбен, елде сол жақта өскенімізбен, осы жаққа келген кезде шынайы демократия не екенін түсіндім. Бұл жақта кәдімгі оппозиция бар, шынайы оппозиция, билік басындағы партия бар. Бұл жақта оппозиция биліктегілерге ойына келген айта береді, билік басындағылар да оппозицияға қарсы ойына келген айта береді. Бұл жақта халық та билікке қарсы, оппозицияға қарсы болсын, өзінің ойын емін-еркін айта алады. Бұған ешкім қой деп, ештеңе деп айтпайды. Бұл сіздің өзіңіздің сөз еркіндігіңіз. Тіпті телевидениеде де, мысалы, бағдарламалар болады, саяси бағдарламаларда. Соның өзінде де, мысалы, жаңағы келген адамдар, қонақтар билікке қарсы ойын білдіріп атады, немесе биліктегілер керісінше оппозицияға қарсы ойын білдіріп айта береді, жамандап. Сондықтан да бұл қалыпты нәрселердің бірі. Үшіншіден, Түркия халқын ұлтқа мүлдем бөлмейді. Бұны қалай аңғаруға болады? Мысалы, біздің паспорттарда Қазақстан азаматы болсаң да, ол жақта ұлтына міндетті түрде орыссың ба орыс, қазақсың ба қазақ, ұйғырсың ба ұйғыр, татарсың ба татар деп жазалады. Ал Түркияда ондай нәрсе жоқ. Бұлардың паспорттарының барлығында кім болсын, мейлі қазақ болсын, мейлі орыс болсын, мейлі украин болсын, барлығының ұлты бұл жақта түрік деп беріледі. Сондықтан да бұл жақта ұлтқа бөлінгенді жөн көрмейді, жөн саналмайды. Сондықтан да сіз билік үшін бәрібір бір түрксіз. Бұл бір жағынан әрине дұрыс, бір жағынан өзінің кемшілігі де бар деймін. Сондықтан да бәрібір де адам ұлтын білу керек, оны жасырмау керек, одан ұялмау керек деп ойлаймын. Сондықтан да бұл әрине мен үшін бір кемшілік сияқты деп айтсам болады. Тағы бір айтып кететін жайт, Түркияда орталықтандырылған жылу жүйесі жоқ. Бұл мен үшін үлкен минустардың бірі болды. Өйткені біз Қазақстанда -40, -30 градус болса да, үйіміз жып-жылы, үйде қысқа киімдермен, жеңіл-желпі киімдермен жүре беретін едік. Мына жаққа келгеннен кейін мен өзім жеке басым Қазақстанның орталықтандырылған жылу жүйесінің қадірін сол кезде түсіндім. Бұл жақта үйлерде комби деген аппарат болады. Сол аппарат арқылы адамдар регулировка жасап, үйін өздері ысытады. Қаласам мүлдем өшіріп тастау мүмкін, ақшаны үнемдеу үшін. Қаласам барлық бөлмелерді ашып тастауыңыз мүмкін. Қаласаңыз кісі отырмайтын бөлмелерге жылуды жауып тастап, қай бөлмеде отырасыз, сол бөлмені ысытып отыра берулеріңізге болады. Меніңше бұл өте қызық бір жүйе. Сондықтан да мен өзім орталықтандырылған жылу жүйесін қолдаймын. Одан кейін Түркияда сіздер көп жерлерде
кафелерди көрүүңүз мүмкүн. Ал жакта эркектер чай ичип отурат, эркектер домино ойноп отурат, карта ойноп отурат. Бул арнайы эркектерге арналган кафелер болот. Бул жака айелдердин кирүүнү тыйым салынган, айелдер кирмейди. Олар тек гана эркектерге арналган кафелер. Сондай жерлерди көрсөңүздөр таң калмаңыздар. Дагы бир кызыктуу жайт, бул жакта дин мен дәстүр араласып кеткен. Сондуктан да намаз кылмайтын адам, намаз окумайтын адамдардын өзү кыздары, жана кыз келинчектери жабык жүрөдү, орамал тагып жүрөт. Сондуктан да сиздер эгер бул жака келген кезде шылым шегип отурган айелди көрсөңүздөр таң калмаңыздар. Олардын көбү намаз окумайды. Тек жабылуу керек деген дәстүрдө калыптасып калгандан кийин сол үчүн гана жабылган кисилер. Одан кийин Түркияда тойлар болгон кезде жаш жубайларга биз сыяктуу бытовая техника немесе машина, пәтер сыйланбайт. Бул жакта жаш жубайларга акча және алтын гана тагылат. Болду. Одан кийин эресек адамдардын тууган күндөрү мүлдем тойланбайды. Биз сыяктуу ойбай бүгүн саат 12ден кийин кетип калыпты, ана агамды, дядямды, татемди, жеңгемди куттуктоо керек деп саат 12-ни күтүп, биз сыяктуу куттуктоо жазбайды. Оларды мүлдем типти тууган күнү менен эч кимди куттуктамайды. Тойланбайды. Тек гана балалар жас өспүрүм шакка келгенге дейин солардын тууган күндөрү аталып өтөлөт. Ал үлкен кисилердин тууган күнү өттү дегенге олар кызык бир көз караш менен карайт. Үлкен киши ғой, типа неге тууган күн жасайт деген сыяктуу көз караш менен карайт. Сондуктан да бул жака келсеңиздер муну да эскере кеткендериңиз жөн. Одан кийин Түркияда жаңа жыл тойланбайды. Тойлануу мүмкүн, бирок кандай форматта? Биз сыяктуу жаңа жылга бир нече айлар бою дайындалып, вау деп күчтүү кылып өткөзүп, кәдимгидей саат 12-ни күтүп, солай мүлдем тойламайды олар. Оларда максимум сиз ТРЦлерде, жанагы оюн саук орталыктарынан максимум елкаларды көрөсүз, кээ бир дөңгөчөктөрдө, дүкендерде шыршаны көрүүңүз мүмкүн. Бирок соншалыктуу калык болуп, жаңа жылды казактар сыяктуу, жанагы ТМД эли сыяктуу каршы алмайды, тойламайды. Одан кийин тагы бир кызыктуу акпарат, көбүңүз билетін чыгарсыздар. Бул жакта айелдер жумуш истемейди. Бул жакта отбасынын багуучусу тек ер адам. Отбасын камтамасыз этет, айелин камтамасыз этет. Яны үйгө нан әкелүүчү, үйдүн асыраучусу эркек деп кабылданган. Арине, жумуш істеймин деген айелге эч ким каршылык билдире алмайт. Бирок эгерде мусулмандыкты катты устанатын отбасы болса, онда айелдерге мүлдем тыйым салынган жумуш істөө. Мінекей Түркия жайлы осындай кызыктуу акпараттар менен бөлүстүм. Алда әле талай кызыктуу деректермен бөлүсетін болам. Балким ичинде сиз булардын айтылган акпараттардын биразын билетін чыгарсыздар, мүмкүн энди эстеп жаткан чыгарсыздар. Сондуктан да сиздерге бул блогум пайдасы тийсин, билип жүрсүн деген ниетпен осындай блогдарды жасауга бел будум. Менин видеоларыма лайк басып, пикир калдырыңыздар. Ар бир пикирлериңизге жооп беремин. Каналыма тиркелиңиздер. Соңуна дейин видеону карагандарыңыз үчүн рахмет. Келесі көріскенше сау болыңыздар.